Сабақтың тақырыбы: бөлімдері бірдей, жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Білім алушы, бұл сабақта сен бөлімдері бірдей, жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыруды үйренесің. Сабағымыздың лексикалық тақырыбы жұлдыздар және галактикалар. Өткен сабақта сен жұлдыздар туралы ақпарат алдың. Ал галактика дегеніміз бұл жұлдыздардың шоғырлануы, жұлдыз аралық газдар мен тозаңнан және түнек материясынан құралған алып жүйе. Келесі тапсырманы орындау барысында сен біздің галактиканың қалай аталатынын білетін боласың. Ол үшін бөлшектерді өсу ретімен жазу керек. Бөлшектерге назар аудар. 20-дан 6, 20-дан 13, 20-дан 3, 20-дан 1, 20-дан 9, 20-дан 8 және 20-дан 11. Білім алушы, байқасаң, бұл берілген бөлшектердің бәрінің де бөлімдері бірдей. Тек алымдарын салыстырып, бөлшектерді өсу ретімен орналастырайық. Ең кіші бөлшек бұл 20-дан 1. Қ әріпі шықты. Келесі бөлшек 20-дан 3. О әріпі шықты. Одан кейінгі үлкен бөлшек бұл 20-дан 6. С әріпі шықты. 20-дан 8. Ж әріпі шықты. 20-дан 9. О әріпі. 20-дан 11. Л әріпі. 20-дан 13. Ы әріпі. Яғни біздің галактикамыздың атауы құс жолы деп аталады екен. Келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма теңсіздіктерге берілген екен. Төменде берілген теңсіздіктер тура ма? Соны анықтайық. 8-ден 1 бөлшегі 8-ден 2 бөлшегінен кем. Бөлшектердің бөлімдері бірдей. Алымдарын салыстыратын болса, 1 саны 2 санынан кем. Олай болса, теңсіздік тура. 16-дан 5 бөлшегі 16-дан 2 бөлшегінен артық. Тексерейік. Бөлімдері бірдей, алымдарындағы 5 саны 2 санынан артық. Дұрыс қой. Ендеше теңсіздік тура. Келесі. 20-дан 12 бөлшегі мен 20-дан 13 бөлшегін салыстырайық. Бөлімдері бірдей, алымдарын салыстырамыз. 12 саны 13 санынан артық. Білім алушы, бұл теңсіздік тура ма? Жоқ, әрине, себебі 12 саны 13 санынан кем. Олай болса, теңсіздікті тура теңсіздікке айналдырайық. 20-дан 12 бөлшегі 20-дан 13 бөлшегінен кем. Теңсіздік тура болды. Келесі тапсырма. Ғарыш айлақта алаңқайларды көгалдандыру үшін 72 килограмм тұқым себілді. Бір алаңқайдың ауданы 220 квадрат метр, ал екіншісі 380 квадрат метр. Егер әрбір квадрат метрге себілген тұқымның мөлшері бірдей болса, әр алаңқайға неше грамм тұқым қолданылды? Шешуін табайық. Аудан бірлігі квадрат метрмен берілгендіктен 72 килограммды граммға айналдырып аламыз. Яғни 72 килограммды 1000 граммға көбейткенде 72 мың грамм болады. 72 мыңды 220 мен 380-нің қосындысына бөлеміз. Бұл жерде 220 мен 380 бұл бірінші алаңқай мен екінші алаңқайдың ауданы. Екі ауданды қосып, барлық тұқым санына бөлген уақытта 1 шаршы метрге себілетін тұқымның мөлшері шығады. Яғни 120 грамм. Әрі қарай бірінші алаңқайға себілген тұқымды табу үшін 220-ны 120-ға көбейтеміз. 26400 грамм. Бұл бірінші алаңқайға себілген тұқымның өлшемі. 380-ді 120-ға көбейтіп, 45600 грамм шықты. Бұл екінші алаңқайға себілген тұқымның мөлшері. Жауабы: бірінші алаңқайға 26 килограмм 400 грамм, екінші алаңқайға 45 килограмм 600 грамм тұқым қолданылды.
есепті шештік. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Амалдарды орындалу ретін сақтай отырып, өрнектердің мәнін есептейміз. Өрнекті оқиық. 864 пен 159-дың қосындысын 28-ге көбейтіп, оған 18258-ді қосамыз. Амалдар ретімен орындайтын болсақ, бірінші орындалатын амал 864 пен 159-дың қосындысын табамыз. Нәтижесі 1023-ке тең. Екінші орындалатын амал 1023-ті 28-ге көбейтеміз. 28644. Үшінші орындалатын амал 28644-ке 18258-ді қосамыз. Нәтижесінде 46902 шықты. Бұл өрнектің шешуі. 482 мен 829-дың қосындысын 403-ке көбейтіп, одан 482.666-ны азайтамыз. Амалдарды орындалу ретімен орындайық. Бірінші амал 482 мен 829-дың қосындысы 1311-ге тең. Екінші орындалатын амал 1311-ді 403-ке көбейткенде 528333 шығады. Үшінші орындалатын амал 528333-тен 482.666-ны азайтамыз. Нәтижесінде 45667 шықты. Бұл осы өрнектің шешуі болып табылады. Білім алушы, сен осы сабақта бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстырдың. Жұлдыздар және галактикалар туралы мағлұмат алдың.